Тәкен Әлімқұловтың «Қараой» шығармасының қысқаша негізгі мазмұны: Қараой Тәкен Әлімқұловтың көркем тілімен жазылған тарихи тұлға Махамбеттің соңғы күндері арқылы ұлттық рух пен еркіндікті жырлаған терең шығарма. Енді осы шығарманың қысқаша видео үзіндісін тамашалайық. Махамбеттің ішкі алалығын өзінше сезініп, өзінше түйсінген ықылас. Бересі бүкіл, беріш дуалы аузына қарайтын биекеңнің өзін қолқаладың деп әңгіме шерте бастаған. Бірақ әдеттен тыс босаға жақта отырған Махамбет шешіле қоймады. Әңгіменің тамызыға маздамағасын жаңа берген тоқетеріне көшуді лайық көрді. Махамбет, сыртта жүріп, сен түк білмейсің, сен үшін біз не көрмедік? Енді ақыл қосуға келсек, аузыңды бұртитасың. Сөйлескің келмесе кетейік. Жапанда жалғыз үй отырып, қалың ағайынды менсінбейтін шығарсың, деді. Бұл шығарманы оқи отыра, автордың баяндауымен, әдеттегі жағдайлармен танысып, бірде күтпеген тосын жайға тап боласыздар. Туындыны оқу барысында табиғатпен бірге тыныстап, ер Махамбетпен бірге ерліктің ащы дәмін татасың. Ұзақ ойдың тұңғиына батасың. Қиын қыстау кездің сызаты мен жақын адамыңның жүрекке салған жарасы, сырлас деп жүрген достардың сатқындығы, бауыр санап жүргендердің аяусыз қанды істері жүрегіңді қатар дүрсілдетіп, шығарманың өн бойына бірге әкетеді. Сол себептен оқырман, мен сіздерге Тәкен Әлімқұловтың «Қараой» шығармасын оқуға кеңес беремін.